Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух, ұстаз. Уалейкум салям ва рахматуллахи ва баракатух. Ә, Құрметті ұстаз, Шымкент имамдары парақшасына қош келіпсіздер. Құрметті Шымкент имамдары парақшасының оқырмандары, Ғазиз Ахмет ұстазымыздың оқырмандары, бүгін Республикалық ақпарат насихат тобының мүшесі Ғазиз Ахмет ұстазымызбен иншалла шыншыл болу тақырыбында сұхбат өрбітетін боламыз. Ұстаз, аз ғана уақытыңызды бөліп, тікелей эфирге шыққаныңызға Алла разы болсын, ұстаз. Амин ажман, баршамызға. Машалла. Жалпы бүгінгі сізбен сұхбатымыз шыншыл болу деген керемет тақырып таңдалыпты. Осы тақырыпта өзіңізге бірнеше сұрақтар әзірлеп отырмыз. Ғазиз Ахмет ұстазымызбен бүгін эфир болады дегенде тағы да басқа тақырыптан тыс сұрақтарда бізге қойып жатыр. Соның ішінен мейлінше бүгінгі тақырыпқа жататын сұрақтарды іріктеп алдық. Жалпы ұстаз, шыншыл болу жалпы мұсылман адамның ең басты қағидалардың бірі. Осы жайлы өзіңіз бұның қарама қарсысы, яғни шыншыл болу, өтірікші болмау дегенді білдіреді ғой енді. Жалпы мұсылман адам қандай шыншыл болу керек, ұстаз? Енді бұл негізі өз шыншылдық деген кезде де арабтың тілінде шыншыл болуын ас-сыдық деп береді ғой. Сыдық шыншылдық болғандықтан шыншыл болу, бір нәрсені мойындау, растау дегенде дәлел мағыналарға келеді. Соның үшін араб тілінде шыншылдық деген кезде бір нәрсе мойындайтын, дұрыстықты мойындайтын адамды шыншыл деп қолдана беретіндегі. Соның үшін көреміз, бұл шыншылдық деген нәрсе ең біріншісі не екен? Алла тағаланың дініне шыншыл болу ғой, негізгі. Мына шынайылық деп жатамыз ғой, мына насихат дегенде сол мағынада насихат деп не үшін айтып жатырмыз? Ад-дину насиха дейді ғой. Дін насихат деп аударып жүрміз. Бірақ сол жерде дін шынайылық деген сөз сол. Соны көрің, шынайылық, шыншылдық деген барлығы шынайы болу деген мағынада қолданғандығы үшін де сол сөздің келетіндігі. Өйткені мысалға дейік, бір адам егер шынайы ниетпен, түзейім деген мақсатпен, жанашырлықпен айтып жатқан болса, бұны насихат дейміз. Ал енді жай ғана әңгіме болсын деп айтса, ол насихатқа кірмейді. Шынайылық жоқ ол жерде. Әзіл әңгіме де болуы мүмкін, жай ғана әңгіме болуы мүмкін. Бұны насихатқа жатқыза алмайды. Бұның себебі не екен? Шынайылықтың болмауы деген сөз. Соның ішінде шыншылдық деген нәрсе өте маңызды. Дінімізде ол шыншыл болу деген кезде енді көбінесе қазір біздің тақырыбымыз негізі келіп тұрған жері көретін болсақ не ғой? Өтірік айтпау ғой, өтірік емес, шынайы сөйлеу, дұрыс сөз сөйлеу, шыншылдық деген сол мағынаға қазір қолданып отырғанымыз үшін. Енді көреміз, шыншылдық деген бұл ең үлкен қасиеттен расында. Егер бір адам шыншыл бола алатын болса, бұл ең үлкен дұрыс қасиет, жақсы қасиет, Алла тағаланың алдында жүзін жарқыл жәннатқа кіргізетін тақырыптардан бұл көретін болса, істерден. Ал енді шынайы болу деген нәрсе, немесе үнемі шыншыл болу деген өте қиын іс. Практикада, тәжірибеде көретін болсақ, үнемі шындықты айту, ешқашан өтірік айтпау деген нәрсе, бұл өте қиын нәрселерді. Соның үшін шыншыл адамдардың жәннатқа кіретіндігі ол өте маңызды. Енді көрейік. Дінімізде жалған сөйлеуге, өтірік сөз айтуға рұқсат жоқ. Бірақ тек үш ақ жерде рұқсат берілді деп айтылады. Бұның біріншісі ерлі зайыптылардың арасында. Бұл да тек қана бір жерінде ғана. Толықтай жаңағыдай келіп үндемей, я болмаса шындықты айтпай алдап кете салу деген нәрсе кірмейді екен. Бұл да ер мен әйел білесіздер, басында үйленген кезде ғашық болып, махаббатпен, сүйіспеншілікпен үйленеді. Одан кейін белгілі уақыттан кейін Алла тағала олардың сүйіспеншілігін мейірімге ауыстырып жібереді деген. Сонда көреміз, 10 жыл өтті ортаға, 20 жыл өткен үйленгендеріне, бірақ сонда да сенен артық адам жоқ деген сияқты, жаңағы мен сені ғана жақсы көремін осы деген сияқты бір өтірік те болса айтсын дейді. Бұның күнәсі жоқ деген. Бір. Екіншісі, екі жастың арасын татуластыруды, екі достың арасын татуластыру деп жатырмыз. Мысалы, достар болады да ұрысып қалған болса, соны екінші досына негізі бұл сен жайлы жақсы сөздер айтып жүр. Пікірі жақсы негізі. Бірақ саған өзі мойындамай нәпсіге беріліп тұрған шығар деген секілді өтірік сөз айтып екеуінің арасын татуластырып жіберетін болса, бұл жерде де ешқандай күнә жоқ деп айтқан. Үшіншісі, енді соғыста дейді, соғыста дұшпанға өтірік айту керек екендігі, оның ешқандай күнәсі жоқ. Шындықты айтса қайта елін сатып жіберген болады ғой. Ол кезде өтірік айту керек болғандығы үшін осы жағдайларда
рұқсаттың берілгендігін көреміз. Енді шыншылдық, шынайылық деген өте маңызды. Бір адам жалғыз басына шыншыл болып бүкіл нәрсені түзеп жібере алмайды. Оның жанына да тура өз сияқты шыншыл адамдар керек болады. Мына көреміз. Абу Бәкір радиаллаху анхуды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сыддық деп атады ғой, шыншыл, растағыш, мойындағыш деген мағынадағы қолданатын. Енді сол Абу Бәкір өзі халифа болды 2 жылға жуық. Сонда көреміз, дүниеден Абу Бәкірдің өтетін уақытысында жанына Осман шақырған. Сөйтіп Османға айтқан, ей Осман дейді, жаз дейді. Мынау Абу Құхафаның ұлы Абу Бәкірдің дүниеден өтер уақытысында, ақыретке кірер уақытта жазылған өсиеті деп. Ол жазады. Мен өзімнен кейін өзімнің орныма деп та, оны жазып жатқан кезде талып құлайды болды. Бұны құлағанын көргеннен кейін енді өлді деп ойлады ғой Осман. Жанда Осман жазып жатқан. Сөйтті де Осман бірден өзімнің орныма деген жерге Омар ибн Хаттабты тағайындадым, соны тыңдаңдар, бағыныңдар деп сөзді бітіріп, жаңа қағазын орап, бірден мөрді басып қойып қойған екен жанына. Біраз уақыт өткеннен кейін есін жинайды қайтадан Абу Бәкір. Сөйтсе талып кеткен екен, өлмеген екен. Сосын Осман шақырыңдар дейді, қарасы жанында қағаз тұр, жаңағы мөр басылған. Соны көргеннен алып шақырады да, жаңа ал оқы дейді, мына хатыңды дейді, не жазды екен. Сонда жазған кезінде қараса, мен өзімнің орныма Омар ибн Хаттаб тағайындадым, жаңағы осыны тыңдаңдар, бағыныңдар деп сөз біткен екен. Осыны көрген кезде Абу Бәкірдің көзінен жас шыққан. Альхамдулилля дейді, жанымда осындай адамдар бар екен ғой деп. Ал мүмкін еді ғой, ол жерде ол бір-ақ ауыз сөз. Мен өзімнің орныма Османды тағайындадым деп өзінің атын жазып жіберсе, өзі халифа болып шыға келетін еді бірден. Ал адамдардың шыншылдығы, жанындағы адамдардың сенімді болуы, шыншыл болуы деген нәрсе бұл жетістікке жеткізеді. Кез келген адам басшы болатын болса бір жерде, оның жанында шыншыл, шынайылықты, дұрыстықты көрсететін адамдар болатын болса, құрметті көрермендер, аз ғана техникалық ақаулар, бәлки ұстазымыздың қоңырауы шалып қалған. Ұстаз, өте керемет оқиға, ой түйерліктей. Жалпы енді шыншыл болу адамға барлық жағынан, жалпы өмірде шыншыл болу үш ақ жағдайға мүмкіндіктер берілгенде өзіңіз жоғарыда айтып өттіңіз. Яғни кейбір адамдар болады, отбасы құрар алдында сөйлесіп отырғанда өзінің барлық әдепті жағын көрсетіп, жаңағыдегі бір жақсы адам болып көрініп, кейін ондай шынайылығы басқа адам болып шығатын жағдайлар болады. Көп адамдар осындай отбасы құратын кезде алданып қалып жатады. Бұл да сол бір өтірік алдауға жатпай ма, шыншылдықты жасыру болып жата ма? Осы жайлы қысқаша тоқталып өтсеңіз, ұстаз. Негізі көрдіңіз, ешбір адам ешқашан ондай үйленер уақытысында әсіресе жамандық көрсетпейді. Өте жақсы, керемет адам болып кездеседі, ол кездескен. Одан керемет адам басқа. Ол да солай болады. Мысалға дейік, бізде шариғатымыз бойынша негізі үйленер уақытта алдын ала сұрастыру деген нәрсе. Сұрастырғанда олар жақсы танитын, ол көршісінен, үлкен кісілерден, дұрыстау деген адамдардан сұрау керек. Мына кісі қандай? Қыз туралы сұраса да, қыз жігіт туралы сұрастырып білетін болса да, білет деген адамдарды жібертіп сұрау керек. Ал енді өзінен сұраса өзі, кез келген адам мен жақсымын деп айтады ғой, мен жаманмын, тірліктерім бар деп ашып айта қоймайды. Өйткені адам өзінің жан жақты жақсы жағынан көрсеткісі келіп отырғандық. Бірақ бұл нәрсе енді қаласақ та қаламасақ та сондай нәрсе айтылып жатқандығы бар еді. Бірақ бұл дұрыс емес әрине. Өйткені шариғаттың негізгі шарттарына келісіп болған. Соның үшін адамның өзінің өмірлік жарын таңдап жатқандығы үшін бұл адам жіберіп сұрастыру керек. Және сұралған уақытта да мен үйленем деген ниетім бар еді деп адам сұраған уақытта шындығын дұрыс айту керек. Бұл екі нәрсе де өте маңызды болып тұр ғой. Біріншісі осындай уақытта болса, екіншісі кісі қайтыс болған уақытта да бізде сұрап жатады ғой, қандай адам еді мынау кісі деп, қайтыс болған адам туралы. Сонда бізде қазекеңдер әйтеуір жақсы деп қоя салады әйтеуір. Жақсы, жаман деп ешкім айтпайды. Білмейсіз ба, танымайсыз ба, үндемей қою керек, қажет емес. Танитын адамдар айтсын, бұл жақсы адам еді, жаман адам еді деген. Өйткені куәгерлік. Бізде
шариғатымызда жалған куәгерлік деген нәрсе өте үлкен күнә. Соның үшін адам жаман адамды жақсы дейді. Бір ұры туралы сұраған екен, ұры қайтыс болып, бұл қандай адам еді десе, ешкім үндемейді дейді. Бұл қандай адам еді десе, тағы үндемейді дейді. Сөйтсе біреу айтады дейді, малға зияны болмаса, адамға зияны жоқ еді ғой деп жаңа. Сол сияқты жаңа дұрысын айту керек та адам ше. Ал айта алмайсыз ба дұрысын, онда қою керек. Өйткені жалған куәгерлік деген Алланың алдында үлкен күнәлардан болды. Ұстаз, Алла разы болсын. Иә, одан кейінгі тағы да енді сұрақтардың бәрі жауабы бір болуы мүмкін, бірақ әртүрлі мағынада келіп отыр. Мына жерде былай сұрақ жазған екен. Қоғамда адамдардың арасында басқаша адам болады. Яғни бар жақсылығын, жақсы көңілін, жақсы сөзін, шынайылық деймі, осының бәрін қоғамда көрсетеді. Үйге келгенде қатал, немесе қоғамда қатал, үйде жұмсақ, құбылмалы адамдар болады дейді. Осы адамның шынайылық келбетін бұзбай ма? Бұл нәрсе адамның шынайылық келбетін бұзады негізінде. Мысалға дейік, бұны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам туралы сұраған кезде әйелі Айша анамыздан келіп сұраған. 3 сахаби бар еді, бір келген. Келіп сұрайды, я Расулалла, келіп Айша анамыздан, негізі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның үйге келгендегі істейтін жұмысы не еді деп айтқан. Және құлшылық ғибадаттары туралы айтсаңыз деп. Олар пайғамбар танымайтын бе? Жоқ, танитын еді. Бірақ олар үйде енді көп жасайды ғой деген мақсатпен келіп сұрайды. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның оқитын намаздары туралы, түнгі намаз туралы, үйіндегі әйелдермен, балалармен қарым-қатынас туралы айтылған кезде тақаллуха дейді. Бұны аз деп санады дейді. Бұл не бұл? Деді, сосын жаңа біреу айтқан ғой, енді пайғамбарымыздың күнәсі кешірілген, келетін, кететін күнәсінің баршасы. Ал біз енді көп жасауымыз керек деп жаңағы сөзді олар шектен шыққандығы бар. Демек, осы жерде біз көретініміз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сыртта қандай болған болса, үйде де солай болғандығы. Ешқандай бір айырмашылық болмаған. Енді біз сыртта егер жақсы көрініп, жақсы адам болып жүріп, үйге келіп қылқындырып жатсақ, бала шағаны, әйелімізді, немесе жаңағы қатал болып жатқан болсақ, онда не пайда шықты? Біріншіден өзімізді елге жақсы көрсетіп жүрген 200-лерден болып шығамыз, бірінші нәрсе. Екіншіден, шынында жақсылық жасауымыз керек болған отбасымызды қылқындырып жатсақ, соларды қинап, ол не болады сонда? Істің теріс кеткен деген осы емес пе? Адам шынайы жақсы болатын болса, ол адамның мына нәрсені айта кетейік. Адам қандай екен біліну үшін оның үйдегі тіршілік қандай екен соны көреді. Отбасында ешкім жоқ, отбасында өз әйелі, бала шағалардың жанында адам қандай болатын болса, ол шынайы өмірде де сондай. Ал қалған оның жасап жүргеннің барлығы бетперде тағып алған, көрсетпейді. Сонымен жүрген адам болып есептеледі. Сондықтан да отбасында жақсы болу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадис шарифтерінде әдейі айтты, сендердің ең қайырларың отбасына қайырлы болғандар. Отбасында жақсы адам, ол сыртта да жақсы. Ал сыртта жақсы, бірақ отбасында жақсы адам, жаман адам болған, ол жақсы адамның белгісі емес. Соның үшін бұндай нәрселер шынайылықты емес, 200-лік тудырады. Адам барынша жақсыны үйінде жасауға тырысу керек. Өйткені ертең кеткен кезде де адам дүниеден өтіп кетсе де, жазатайым не болады екен, үйіндегілерден сұралады. Үйіндегілер айтады, оның жақсы немесе жаман екен. Мен өз көзіммен көргенім, бір кісі қайтыс болған уақытта үйінде әйелі бала шағасы қуанғандығы бар. Жақсы болды, құтылдық қой деді. Деген сұмдық. Ал ол сыртта достарымен, елмен қарым-қатынас жақсы. Ойнап күліп жүр, әйтеуір басқа қылып жүр. Елдер оны жақсы деп жүр, бірақ отбасы құтылғанына қуанып жүр. Осындай болудан Алла сақтасын ұстаз. Енді осы біреулер қуанады, біреулер қайғырады. Яғни адамның тұлғалық келбеті, шынайылығы керемет болса, жалпы осы шынайылық жайлы қорытындылап, бір тереңінен айтып өтсең, ұстаз, шынайылықтың пайдасы мен яғни өтірікшіліктің зияны туралы осы адам баласы өмірде. Енді өтірікші адам ең бірінші өзін алдайды. Сосын көретін болсаңыз, өтірікші адамдар айтып жүріп өтірікті, кейін сол өтірігіне өзі де сенетін болады ғой. Өзі де сеніп қалатын болады. Өйткені мысалға, оны бір айтты, екі айтты, оның негізі жоқ, ол өтірік әңгіме екенін біледі, бірақ соңында өзі соған сенетін болады. Көңіліне сол нәрсе орнығады. Соны көреміз. Бұл нәрсе адамды жақсылыққа алып бармайды ешқашанда. Енді мына нәрсе бар. Адам дұрыс болуға талпынатын болса,
оны 100% ол шын сөйлей беру де адамның қиын нәрсе расында. Кейбір жерлерде адам жасыруы мүмкін, енді өтірік айтпаса да шындықты айтпай қалуы мүмкін деген секілді жағдайлар болады. Немесе айта алмайтын жерлері болады. Өзінен өткен кісілер сөз өтпейтін болады да, оны айтудың қажеті жоқ та үндемей қалатын кездері болады. Сондай жағдайлар бар. Енді көреміз. Дінімізде егер қазір оның жанына зиян келетін болса, ондай шындықты айтудың қажеті жоқ жерлер бар. Қажет. Өйткені қазір айтасыз, ол ешкім ешқандай қайыр келтірмейді, тек қана айтады, зиян келтіреді. Я болмаса қазір шындықты айтқан уақытта ел қырылысып кетейін деп тұр. Екі жақ қырылысып болып, төбелесіп кетейін деп тұр. Ондай шындықты айтудың қажеті жоқ деген ол жерде. Өйткені адамның жаны маңызды ол жерде. Адам жан қиылып кетейін деп тұрған болса. Соның үшін Абу Хурайра радиаллаху анху айтады: мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан екі нәрсе үйрендім, соның біреуін ғана айттым, біреуін айтқан жоқпын дейді. Өйткені айтатын болсам, сендер мені түсінбей өлтіріп жібересіңдер деп айтқан. Демек ол шындық болса да біледі, ақиқат болса да ол Абу Хурайра өтірікші емес, бірақ айтпаған да үндемей. Енді соңғы нәтиже жақсы болмайды деп білгендігі үшін. Әрбір айтылған сөз насихат ретінде бір шынайылықпен барып біреу айтам дейтін болса, бұл сөзді жанашырлықпен айту керек. Демек не екен? Мен ақиқатты айтып жүрмін, мен сөзім ақиқат деп, жаңағы бет алды сөйлей беретін адамдар болады. Бұл дұрыс емес. Сөзіңіз шын ба? Шынымен сол жерді қателік түзегіңіз келіп тұр ма? Жеке шақырып алу керек оны. Ел өзіне көрін айтпа дейді. Ел өзіне көрінбестен шақырып алып, міне мынандай нәрселерім бар, мынаны түзе айналайын. Мына сені қара бет қылады ертең деген секілді. Бір күні мынандай оқиға болады. Халифа Харун Рашидтің алдына бір бәдәуи келіп кіреді. Әбден рұқсат сұрап кіре алмай жүрген екен. Бір күні айқайлап тұрғаннан сырттан Харун Рашид сұраған: кім мынау дейді, кірсін дейді. Алдына кіріп келеді. Кірген кезінде кіре салысымен айтқан сөзі: сенің ана жақта халықтың қиналып жатқанын білмейсің, мына жақта халық аш жатыр, ал сен болсаң отырсың мынау деп түрлі нәрселерді айта бастайды. Сонда халифа Харун Рашид тыңдап тұрады, исмая хаза дейді. Мен тыңдайын, сен бер қара дейді. Алла тағала сенен жақсы адамды менен бетер адамға жіберген дейді. Яғни Мұса пайғамбарды Фирғауынға жібергенін айтады. Мұса сенен жақсы, Фирғауын менен жаман адам еді дейді, бетер болған. Сонда барған кезде дейді, оған жұмсақ сөз сөйлеңдер. Бауырың екен, Харун екен барған кезде жұмсақ сөз сөйлеңдер деп айтты. Ойланар, немесе Құдайдан қорқар деп айтты дейді. Сен мынау не дейді, бет алды келдің айқайладың дейді. Амма фәлә ақбалу насихатак деп айтқан. Ал сенің насихатыңды мен қабылдамайын деген. Сөйткені кет деп өзін қуып жібергендігі бар. Демек не екен? Өзі патшаның алдына кіре алмай жүр. Бір рет кірген уақытында айтқаны жаңағы ешқандай пайдасыз болды да, қуылып шықты. Кірген сол жерде дұрыстықпен айтса, мен көзіммен көрдім, мынандай болып жатыр, ана жерге көмектеспесе қайта оны қадірлейтін еді. Жеке басының пайдасымен емес, елдің қамымен келіп тұрған екен ғой деп оны құрметтер еді. Бірақ ол қуылып кетуге себеп бола қалды. Мінекей соны үшін көреміз, әр жерде қанша шынайы, шыншыл болса да адам дұрыстықты дұрыс айта білу керек. Кез келген нәрсені орынды жасайтын болса ғана пайдалы болады. Мысалға дейік, өткенде бір кісі айтып жатыр, менің айтып жатқаным шындық деп бір сөздер айтты. Соны мен мынау неге айтасың мұндай нәрсе? Ешқандай қажет жоқ нәрсе қойсын. Мен шындықты айтып отырмын ғой деймін. Сенің шындығың кімге керегі бар деймін да ондай. Ешқандай пайдасы жоқ ондай шындығың. Құрашин лаң шығаратын нәрсе. Сөз рас шығар, бірақ жаңа адамдардың арасында лаң шығарып, елдің бәрін өсекке қалдырып, бірін-бірі жамандайтын, жек көретін, шамаға келтіретін ондай шындықтың қажеті жоқ деген сөз. Шариғатымыз дұрыстықты әмір етіңдер деп айтқан сөйлеген кезде. Құран кәрімнің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде не деді? Мән кана юъмину биллахи вал яумил ахир фалиякул хайран ау лиясмут деп. Кім-кім Аллаға және ақырет күніне сенетін болса, дұрыс сөз сөйлесін, немесе сөйлемесін деп айтты. Бұл қай уақытта екен? Елдің алдына шығып сөйлейтін адам. Я болмаса бір жиында отырсыздар. Я бір ағайын туыстың арасына бас қосқан жерге келдіңіз, сіздің көкейіңізде ол жерге наразылық бар дейді. Бірақ айтатын қаншама сөз мүмкіндігіңіз бар болып тұрса да, сендер мынандайсыңдар, андай жерде кеме қойдыңдар, мынандай жерде сондай қылдыңдар деп айтқаннан гөрі жақсылықты айтқан жақсы. Дұрыстыққа шақырып, дұрыс сөз сөйле деп айтқан. Сөйлемейсің бе, онда қоя сал болды. Дұрыстық айтамасың, сөйлеме деп отыр. Бұл өзі ереже солай. Ал ондай жерде жақсылықты айтып, жақсылыққа бұру керек, кемшіліктерді айтпау керек, кемшілікті кейін шығарып алып айту керек. Келдер.
өйткені неге келмейді деген. Міне сонда сөз дұрыс болады. Ал жаңада жерде мен айтып тастадым деген бос сөз ол, ешқандай қайыры жоқ. Тек елдің арасында бәле шығарған болып есептеледі. Ешқандай қайыры жоқ. Соның ішінде жақсылық, шыншылдық жақсылыққа жетелейді, жақсылық жәннатқа жетелейді деп айтқан. Ал өтірікшілік ол жамандыққа жетелейді, жамандық тозаққа жетелейді деп айтқан. Бірін бірі тудыратын істерден. Машалла, ұстаз, өте керемет сұхбат болуда. Тағы бір соңғы сұрақ қояйын. Жалпы дінде, ислам дінде мұсылман адам шынайылық, яғни 5 парызды орындағанда қандай шынайылықтар жасау керек? Сол шынайы болып жатып, риядан аулақ болу. Бізде көп жамағаттарымыз мынау шынайымын деп дінімізде жәндегі ағымдардың несіне жетегіне кетіп атқан қаншама бауырларымыз бар, өкінішке орай. Осы жайлы қысқаша тоқталсаңыз. Енді дін негізі Алланың өзіне, пайғамбарына, дініне міндетті түрде шынайылық керек. Онсыз болмайды. Шынайы бол. Өйткені Құдай деген уақытта адам шын көңілмен жасау керек. Кез келген жасап жатыр. Адам намаз оқып жатса, сол намазын әйтеуір оқу керек деп оқи салу емес, дұрыстап дәретін алып, Алла тағала мені көріп тұр деп, барымызда осы бір намазымыз ғана ғой, одан артық не істеп жатыр ек. Сол намазын дұрыс оқиын деп не істеу керек екен. Шынайы оқитын болса, бұл нәрсе Алланың алдында қабыл болса, бұл адамның құтылуына себеп болатын үлкен іс болады. Ал енді кейде мына жастарымыз білместен, ол да Құдай деп дұрыстықты айтып жатыр ғой, ол да жаңағы аят айтып жатыр, хадис айтып жатыр деген мақсатпен еріп кетіп жатқандар бар. Мына кеше Сирияға кетіп қалған жастарымыз бар ғой, отбасын алып, бала шағасымен кетіп қалғандар. Оларда негізі шынайымын деп сол мақсатпен кетті. Ал бірақ жолы қате, ұстанған жоқ. Ұстанған жоқ, қате болғаннан кейін ол дұрыстыққа жеткізбейді. Нәтиже кері береді. Соның ішінде кез келген істе аят хадисті ғалымдарымыздың түсіндіріп берген дұрыс жолын ұстану керек, және соны шынайы ұстану керек. Алланың дініне шынайы болу керек енді. Ал Алланың дініне шынайы болмайтын болса, ол іс оған кері нәтиже береді. Адамды екіжүзділікке алып барады. Мысалы, намазды қаласа оқиды, қаламаса оқымай қоя салатын болса. Намаз деген шынайылық қой. Немесе қаласам жаңағы Алланың дінін уағыздап айтып, қаласам күлем дейтін сияқты болса, оны жаңағы әзіл қылатын болса, онда ол адам екіжүзділердің қатарына кіріп, кәпірлердің қатарынан болып шыға келеді. Соның үшін шынайылық деген өте маңызды. Дінде әсіресе адам немен ойнаса ойнасын, бірақ дінмен, Құдаймен ойнауына болмайды. Өте қатаң түрде. Соны көреміз. Бұл шариғат істері шынайылық болып тұрған секілді, адамға біреуге үйреткен кезде де шынайы үйрету керек. Кейде адам болуы мүмкін, адам баршамыз адам баласымыз ғой. Біреу намаз үйренейінші деп келсе, қарап тұрып адам баршадан кітап сатып алып келші, осындай бір 150 теңгеден намаз үйренейін деген кітап тұрады, соны алып келе сал, мен саған көрсетіп жіберемін деген жібере салған болмайды негізі. Оны ұстау керек. Міне тұрасың, немесе кітабыңды алып кел деп, алып келгізіп, сызып көрсетіп, мына сөздерін жаттайсың. Міне тұрған кезде былай болу керек, шынайы үйрету керек. Өйткені ол Құдайды іздеп келіп отырған адам. Құлшылық жасайды, Алланың ризалығын іздеп келген адам. Міне соны дұрыс пайдаланатын болсақ, шынайылықпен айтатын болсақ, жүректен шыққан нәрсе жүрекке жетеді. Ауыздан шыққан ол құлақта қалады, ол ары қарай бармайды ешқандай. Соның ішінде осы көреміз шынайылықтың өте маңызды екендігін. Машалла. Ұстаз, бүгін шынайы сұхбат болған секілді, арнайы уақытыңызды бөліп, осы Шымкент имамдары парақшасына қонаққа келгеніңізге Алла разы болсын дейміз сізге. Шымкент қаласының бас имамы Абдырахманов Бағдәулет ұстазымыздан үлкен сәлемдеме, бүкіл Шымкент қаласының имамдарының, жамағаттардың сәлемдемесін жеткізгім келеді. Алла сізден разы болсын, ұстаз. Уалейкум салям ва рахматулла. Баршасына да Алла тағаланың сәлемі болсын. Өздеріңізге де Алла тағала елімізді, жерімізді аман есен қылсын. Осындай жақсы бір кездесулер үнемі болуына. Әмин. Құрметті Шымкент имамдары көрермендері, бүгін біздің парақшада қонақта болған Республикалық ақпарат насихат тобының мүшесі Ғазиз Ахмет ұстазымыз. Бүгінгі тақырыбымыз шыншыл болу тақырыбында ұстазымызбен сұхбатта болдық. Осы видеоны парақшаға сақтаймын, иншалла көре жатарсыздар. Ұстаз, Алла разы болсын сізге. Амин.